Достар, бүгінгі видеоның превью осындай болады. В общем, давайте, достар, осы видеоға 10 лайк жинапсыз. Егер де осы видеоға 10 лайк жиналса, достар, енді видеода мен бір ютубермен бірге видео түсіретін боламын. Так что тез лайктарыңызды басыңыздар, арнама тіркеліңіздер. Достар, сіздерге көп алғысын айтамын. 100 мыңға аза қалдық, 100 мыңға бір кішкентай қалдық, достар. Так что тез тіркеліп кетіңіздер. Енді бір 10 подписчиктен кейін конкурстың жауабын анықтайтын боламын. Ол кімге қызық болып жатыр, мен айтқан болатынмын. 100 подписчик болған кезде конкурстың жауабын анықтаймын деп. Так что, достар, конкурстың жауабына аз қалды. Тез тіркеліңіздер, ендеше видеомызды бастаймыз. Сәлем, достар, көріп көздеріңізге бірінші осы Диноның наборы түсіп тұрғанын біліп тұрмын, достар. Бүгінгі видеода біздер осы Диноның наборын барлығын төрт түрлі набор киіп алып, ранг отрядта топ 1 алатын боламыз. Давайте, арнама тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, ал біз өзіміз видеомызды бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, әне-міне дегенше біздің біріншіде каткамыз басталды, достар. Бұл өте керемет катка болады деген ойдамын. Так что тез лайктарыңды басыңдар, достар. Алдыңғы видео айтқан болатынмын, 10 лайктан кейін бір жесткий бір видео шығарамын деп. Енді осының сәті түсіп тұр. Егер де осы видеоға тағы да 10 лайк жиналатын болсам, бір ютубермен видео түсіретін боламын. Айтпаймын, сіздерге қызық болып тұрған шығар кім екені. Маған да қызық болып тұр. Сіздердің қанша лайк жинайтындарың. Так что тез лайктарыңызды басыңыздар. Мен ол ютубермен бірге бір видео шығарып болғаннан кейін конкурстың жауабын бір видео арқылы анықтайтын боламын. Яғни мен бір видеоның арасына қосып жіберетін боламын конкурстың жауабын, және де ол конкурстың жауабын мен басында емес, ортасында немесе ақырында айтып қалатын боламын. Так что, достар, барлық видеомды до конца көріңдер, мен сендерге осындай конкурстар ұйымдастырып отыратын боламын. Енді, достар, біздер осындай Диноның наборын төрт түрлі киіп алған болатынбыз. Бұл кім біледі, бұл бірінші инкубатор, достар. Бұл бірінші инкубатор. Достар, бұл әрине бірінші инкубатор болған, білмеймін, қараны енді ми жетпей, басқа наборға ми жетпеген ба, енді біріншіден шыққан кейін ми жетпей, осы наборды пиқайт ете саған бізге. Достар, мен әрине бұл бірінші инкубатор болған кезде ойнамаған, мен вообще бір Free Fire 2016-та ма 17-те ме шықты, даже қай жыл шыққанды білмеймін. Қай жыл шыққан, ал мен оны 2019-дың жаз июнында ойнағам, скартитан бар кезде ойнағам. Енді, достар, білмеймін, ол кезде енді Free Fire ойнауға түсінбеген, енді ол кезде бұл просто қазір енді ойнап жатты. Қазір енді білемін, достар, ойнауды білмеймін. Скиллім бар ма, скиллім жоқ па, тоже комментарийге жазып кетіңдер. Және, достар, егер де, достар, және де сіздерге айтып кетейін, мен айттым сіздерге бір ютубермен видеоға түсірем деп. Кім екенін білгілерің келсе, тез лайктарын басыңдар. Осы видеоға 10 лайк и сразу сол видео шығатын болады. Алдыңғы видеосыңдар прям 10 лайк басып тапсыңдар, от души, достар. Ендеше мен де сендерге уәде бергенімдей осы айтқанымды орындап отырмын, достар. Және де мен сіздерге енді көп сөйлеп отырғым келмейді, просто сіздерге өте керемет музыканы қойып беремін, сіздер тыңдайсыздар. және де, достар, сіздерге бір ғана айтарым, давайте подписаться деген қызыл кнопканы сұр кнопкаға айналдырайық, және де лайк деген сұр кнопканы көк кнопкаға айналдырайық, достар. Өтінемін, лайктарыңызды басыңыздар, подписаться етіңіздер, және де жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің өте керемет қызықты видеоларымды бірінші көре аласыздар. Және де мен конкурс ұйымдастырып тұрамын, соларға бірінші қатыса аласыздар, достар. Енді, достар, білмеймін, сіздер лайктарыңызды баспасаңыздар, білмеймін, достар, сіздер егер де лайктарыңызды бассаңыздар, ол маған үлкен мотивация береді, достар. Прям сіздер лайктарыңызды бассаңыздар, мен оған қуанып, достар, видео шығаруға шабытым көбейе береді. Мен активный егер болмай жатсам, достар, мен видеоны аз шығарып отыратын боламын. Енді, достар, мен сіздерге көп рахмет. Алдыңғы видео прям 10 лайк сразу басып тастағансыңдар. От души мен видео шығаруға шабытым көбейіп жатыр, достар. Енді мен видео түсіруге шабытым көбейіп жатыр. Жақында активный болатын шығармын. Жақында атақты ютуберлермен бірге видео түсірем, достар. Сіздерге уәде беретін боламын. Енді, достар, сіздерге қызықты видеолар күтіп тұр алда. Так что, достар, тез лайктарыңызды басыңыздар. Егер де осы видео 10 лайк басса, енді видеода бір ютубермен шығатын болады. Бір ютубермен бір видео түсіретін боламын, және сол ютубермен видео түсіремін. Және сол видеоның ортасында немесе ең ақырында конкурстың жауабын айтып қалуым мүмкін. Так что әр видеоны до конца көріңдер, достар. Неше, достар, сендерге өте керемет музыкамен көруге кеңес беремін. Неше, давай, болды.
Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй. Ты на сон грядущий педалами любима, так и знай. Толерантными, родимыми, хранима про запасы. Угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время табунами лошадиных сил ломилась умирать. И время диву не давалось, просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет. И больно ласково, красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя как дети кутим. Брали что хотим, брали что хотим. И скорее я не смог бы в этом мире один. Рука нас благослови, сегодня забудем. Дикая, пленник Кассандры. Моя дикая, пленник Кассандры. Даян рычит, ночами коптит, разрушив опять строем мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает толк. Позволь раствориться в объятиях. Ведь теперь ближе, слышишь? Проникаешь в сознание. Это послание свыше. Все разъехались прочь, не горят огни. Предстань в роли игривой падры. Проведу с тобой ночь. Я пленник Кассандры. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра,